Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте дәмді қызылшадан жасалатын салаттың рецептін ұсынамын. Керек заттар тізімін осы видео соңында описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысымызға піскен қызылшамызды осылай турап салып аламыз. Мен бұл жерде 2 қызылша қолдандым. Және де 50 граммдай жаңғақты пышақпен осылай турап салып аламыз. Сонан соң консервідегі жүгеріні қосамыз. Ол да шамамен 50 граммдай. Сонан соң енді осы салатымызға соус дайындаймыз. Ол үшін 1 шай қасық әселге, осылай 1 шай қасық лимон согын сығып аламыз. Енді осының үстіне 1 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Немесе егеріңізде зәйтүн майы болса, зәйтүн майын қолдансаңыздар да болады. Енді үшеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Сонан соң осы салатымыздың бетіне әсемдік ретінде фета сырын қолдансақ болады. Менде бұл жерде 100 граммдай фета сырына кішкене ғана макты сеуіп, осылай қолмен мұжып, домалақтап алдым. Менде шамамен 5 осындай домалақ шарик шықты. Бұл енді әсемдік үшін. Болмаса бұлай домалақтамай, бірден пышақпен 4-5 етіп кесіп алсаңыздар да болады. Енді шамалы ғана тұз сеуіп, салатымызға жаңағы соусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатқа шпинат жапырақтарында турап салсаңыздар өте жақсы үйлеседі дәмі. Енді салатымыз араласқан соң тарелкемізге ұсынамыз. Салатымыздың үстіне дайындаған фета сырын осылай қойып шығамыз. Бұл жерде фета сыры болмаса, егер сізде кәдімгі творожный сырды қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады, және бетіне әсемдік үшін осылай асқабақ дәндерін қосып шықтым. Міне біздің дәруменге өте бай салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір осы көктем кезінде қан аздыққа өте пайдалы салаттардың бірі. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, және видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, және каналға тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет назарларыңызға. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.